Аман мен телефон. Асан ағайдың Аман деген баласы 5-ші сыныпта оқиды. Оның бір жаман әдеті мектептен үйге келген бойда телефонның құлағына тыныштық бермейді. Өзі секіріп ойнап тоздырған орынжайға жатып алып, Досан досымен ұзақ сөйлеседі. Міне ол: «Алло, Досан, есебіңді шығардың ба?» деп орынжайға шалқасынан жатып алып, таңқыш танауын аспанға көтерді. «Есепті шығардым, оны сенің дәптеріңе көшіріп қойдым» деп Досан мақтанып, маңғаздана жауап берді. Аманның ағасы Ақай інісінің кесірленіп жатқанын көріп қалып, телефонмен жатып алып сөйлескенің әдепсіздік қой деп кейіді. «Көке, кедергі жасамаңыз» деп Аманның көзі шарасынан шығып кете жаздады. «Үйге берілген тапсырманы Досанға орындатқаның жалқаулық қой балам» деп ана қабағын түйді. «Мен жалқау емеспін» деп Аман қолын бір сілкіп телефон тұтқасына жармаса түсті. «Алло, Досан, мен әлгі білесің ғой? Иә, сол қызбен ұрысып қалдың». «Қойшы!» Аманның телефондағы жыры таусылмады. Сөйтіп, ол уақытты ұтымды пайдалану туралы өзі түзген күн тәртібін ұмытып кетті. Келесі күнгі сабақтан зорға дегенде үштік арқалап қайтты. Телефонның кесірінен оқудағы үлгерімің бір жақсармай қойды деп Асан ағай кейіп жүр. Ал Аман кейімейді. Өйткені онда әдеп пен намыс жоқ. Әдепсіз, намыссыз бала әке-шешенің тілін алмай, оларды ренжітіп, өзіне бақытсыздық әкеледі. Әдібай табылды. Компьютер. Перне тақта алдыңда, дәу монитор тұр қарап, көп шаруаны атқарар компьютер бұл ғажап. Керек емес қаламың, жазуды да жазады, қарындашпен бояусыз суретті де салады. Талай шаруа бүгінде компьютерсіз бітпейді, керек десең ол тіпті том-том кітап жүктейді. Ғаламторға жалғасаң, жоқ онымен таласың, бар сұраққа бір демде миллион жауап аласың. Бірақ байқа балақай, оның да бар зияны, соны білген атанаң кейде сені тыяды. Көп отырсаң телміріп, көз жанарың талады, атанасын тыңдайды, барлық бала саналы. Мира Сембайқызы.